Биыл 11-ші сынып бітіресің бе? Әлде балаңыз мектеп түлегі ма? Келесі жаңалық тура сіздерге арналады. Ұйықтағанда түсіңізде 1000 мәрте кіріп шығатын ұбт-ға тағы да өзгерістер енгізілді. Экспресс-К тілшілері солай дейді. Ал кеттік, жылауға дайын болыңыздар. Тест тапсырушыны енді 2 камера бақылайды. Біреуі компьютердің үстінен, екіншісі қарама-қарсы. Веб-камера арқылы талапкердің қимыл қозғалысы мен дыбыстар жазылады. Сосын дәретханаға сұрансаңыз, полиграф арқылы шын өтірік айтып тұрғанын тексеріледі. Ойнау айтам, соңғысы өтірік енді. Үйтіп-бүйтіп ұбт тапсырып, грантты жеңіп, универге түстің делік. Қуануға асықпа. Жылдың соңына дейін веб-камераға жазылған видеолар тексеріледі. Бұзушылық анықталса, сені шығарып тастайды, дейді ұлттық тестілеу орталығында. Қиын болды. Ал сен ұбт-ға қалай дайындалып жатсың? Тапсырған адам ретінде айтарым, ата-ана үмітін ақтау үшін қатты дайындал. Бірақ бұл өмірдегі сынақтарды